Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы сөз құрамы түбір және қосымша. 72-ші сабақ. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Түбір сөзге жалғанған бөлікті қосымша деп атайды. Олар балалар мағынаны білдірмейді. Яғни дық, тік, шы, лар, дер, дай, дей деген сияқты қосымшалар жатады. Түбірдің белгісі. Мысалы, күйші, түбірі күй. Белгісін осылай қарындашпен сызамыз. Бірнеше сөздерді сөз құрамына талдайық. Сөз құрамына талдау дегеніміз сөздің түбірі мен қосымшасын ажырату. Мысалы, шаңғышы. Шаңғышы. Келесі сөз. Апталық. Және палуандар. Бірінші сөзді қарастырайық. Шаңғышы. Түбірі шаңғы. Қосымшасы шы. Екінші сөз апталық. Түбірі апта. Лық оның қосымшасы. Үшінші соңғы сөз палуандар. Түбірі палуан, қосымшасы дар. Яғни біз балалар сөздің түбірі мен қосымшасын таптық. Яғни сөз құрамына талдау жасадық. Есентай Ерботиннің пайдалы өлеңін тыңда. Жаяу жүрген пайдалы, жүзің жарқын жайдары. Жуымайды ешқандай ауру сырқау қайдағы. Жаяу жүрген пайдалы, жүзің жарқын жайдары. Аралауға шақырар туған өлке аймағы. Оқушылар, яғни пайдалы, не пайдалы дейді? Жаяу жүру өте пайдалы. Адамның ағзасына таңертең бір стақан су ішкен пайдалы. Денені таңғы жаттығу жасап шынықтырған пайдалы. Кез келген спорт денсаулыққа өте пайдалы. Тағы бір пайдалы істің бірі ол кітап оқу. Кітап оқу өте пайдалы, яғни біздің миымызға жақсы әсер береді. Әртүрлі кітаптарды оқуларыңа болады. Көп кітап оқыған адам өте сауатты болады, және оның сөздік қоры мол болады. Онымен өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын өзің ажыратып көр. Пайда түбірі, лы оның қосымшасы. Жүзің, жүз түбірі, ің оның қосымшасы. Аймағы, аймақ түбірі, оның қосымшасы. Пайдалы өлеңін түсініп оқып бер. Яғни ол 38-ші жаттығу 19-ші бетте орналасқан. Келесі тапсырманы орындап көрейік. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды өзің қойып көр. Тексереміз. Мен кітапханаға барамын. Қосымшасы ға. Екінші сөйлем. Балалар суға, суге келді. Үшінші сөйлем. Су ішу денсаулыққа пайдалы, яғни денсаулыққа. Қа оның қосымшасы.
Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, мәтінді көшіріп жаз. Бұлттардағы буындар мен сөздерден жұмбақ құрап жаз. Және оның шешуін тап.